Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қайнатуды қажет етпейтін өте дәмді огонёкты бірге дайындаймыз. Ыңғайыңыз болса баклажкаға немесе кішкентай банкілерге құйып сақтасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салаттардың бірі. Ең алдымен бізге керек заттар осындай етті тәтті бұрыш қажет болады. Етті дегеніміз қалың болу керек. Жуып тазаланған қызанақ, сарымсақ және ащы бұрыш. Ащы бұрыш өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ең алдымен ет тартқыштан біз қызанағымызды өткізіп аламыз. Барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанақпен бірге сіздер тәтті бұрышты да екеуін кезек алмастырып өткізіңіздер. Сонда барлығы жақсы араласатын болады. Осылай тәтті бұрышымызды да біз ет тартқыштың көмегімен жақсылап тұрып барлығын асықпай өткізіп аласыздар. Достар, видеоны соңына дейін қарауға тырысыңыздар және каналымды қолдап қойыңыздар. Содан соң барып ащы бұрышымызды, сарымсағымызды бөлек кішкентай тарелкаға өткізіп алыңыздар. Оны араластырудың қажеті жоқ онымен бірге. Себебі ең алдымен біз помидор мен қызанақты ет тартқыштан өткізіп алғаннан кейін дәміне қарай тұз салып көріп аламыз. 3 ас қасық тұз қостым. Килограммдар тәтті бұрыш пен қызанақтың килограммын описание бөліміне жазып кеттім, қыздар. Енді 3 ас қасық тұз қосқаннан кейін барлығын жақсылап тұрып араластырып, дәмін көріп аласыздар да, дәмі жақсы болса, оның үстіне сарымсақпен жаңағы біздің ащы бұрышымызды қосып араластырып, содан соң майда етіп туралған укропымызды қосамыз. Укроп енді өзіңіздің қалауыңыз, қосқыңыз келмесе қоспауға да болады. Одан кейін мен осы жерде аспирин таблеткасын пайдаландым. 6 штук аспирин пайдаландым. Осы мен көрсетілген килограмм бойынша істелгеннен кейін. Аспиринді осылай езіп алсаңыздар болады, қағазынан шығармай тұрып. Сонда әдемі езілетін болады. Аспирин қосу міндетті, қыздар. Осылай аспиринді барлығын толыққанды қосып шығасыздар. Және жақсылап тұрып барлығын араластыруды ұмытпаңыздар. Барлығы бір қалыпқа енгенше араластырасыздар. Осы кезде де дәміне қарай тұзын барлығын көрсеңіздер болады. Барлығы ыңғайлы болғаннан кейін, дәмі ұнағаннан кейін жақсылап тұрып тағы да 1-2 рет араластырып, бетін жауып, бір түнге қалдырасыздар. Міндетті түрде бір түн тұру керек. Қыздар жасап жатқан кезде міндетті түрде қақпағы бар ыдысқа жасаңыздар. Бетін жауып бір түнге қалдырамыз. Бір түн өткеннен кейін біздің огонёгімізде өзгеріс болады, яғни бір ісінеді. Сосын біз жаңа дәміне қарай тұз, аспирин қосқаннан кейін толыққанды ішінде еритін болады. 1-2 рет тағы да араластырып жібересіздер де өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа құйып аласыздар. Мен осындай кішкентай банкілерге құйып алдым. Өзіңіздің ыңғайыңыз болса, баклажкаға де құйып сақтауға болады. Міндетті түрде банкіні ыстық сумен 3-4 қайтара жуып алыңыздар. Қақпағында солай жуасыздар. Осылай өте оңай жабылады, немесе менікі сияқты банкінің да крышкасына жауып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қысты күні палаумен өте дәмді желінетін салаттардың бірі. Сіздерге каналым ұнаса төмендегі қызыл батырма подписацияны басып тіркеліп алыңыз. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып қойыңыз. Сіздермен болған Назерке, келесі кездескенше сау болыңыз.